Сәлем достар, бүгін біз құлпынайдан және бананнан коктейл жасайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына шейін көріп, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұның жасалуы өте оңай. Бананды турап дайындай аламыз. Блендерге салған соң, оның үстінен жарты стақандай құм шекерді саламыз. Егер де тәттіні жақсы көрсеңіздер, құм шекерді көбірек салсаңыз да болады. Ал енді тым тәтті болмасын десеңіз, азырақ қосасыз. Енді блендердің қақпағын жауып, 2 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Араластыру барысында біз оған қайта-қайта қарап тұруымыз керек. Әбден жақсылап езіліп, араласқаннан соң барып, енді қайнатып піскен және де суыған сүтті қосамын. Енді кезекте ақ түсті бір балмұздақты қосып, оны да бетінің көбіршік болғанша араластыруды жалғастырып аламын. Міне коктейліміз дайын. Енді оны стакандарымызға құйып дайындап аламыз. Енді кезек құлпынайды жақсылап жуып, оның түбінен тазартып аламын. Құлпынайдан бір 250 грамм алып, оны да блендерге салып, үстінен жарты стакан құм шекерді қостым. Оның үстінен бір балмұздақты қосып, блендермен араластырдым. Мұны да 2 минуттай жақсылап араластырып, міне құлпынайдың түсінен аздап қызғыш рең болды. Енді оны сүтті қосып және араластыраймыз. Алдын ала дайындап қойған стакандарға құйып, құлпынайдан кесіп, әдемілеп әрлеуге болады. Міне ас болсын, біздің коктейлдеріміз дайын. Ал енді достар, видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.